Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұп-жұмсақ, үлпілдеген оладушки рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен жұмыртқамызға қантты қосып, біркелкі масса болғанша венчикпен немесе шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған жылы айранымызды қосып, оны да біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Одан соң електен өткізген ұнымызға жарты шай қасық соданы салып, массамызға 3 немесе 4 бөлікке бөліп, қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ендігі кезекте табамызды отқа қойып, қыздырып, осылай бетін кішкене ғана маймен майлап, осылай бір ас қасықтың көмегімен табамызға құямыз. Және де 1,5-2 минуттың көлемінде осылай оладушкидің бетінде тесіктер пайда бола бастағаны бастап, екінші бетіне аударамыз. Аударған соң тағы да 1 минут күтіп, толықтай пісіріп аламыз. Міне енді дайын болған оладушкиді өз қалауларыңыз бойынша жеміс-жидекпен әсемдеп, бетіне осылай сахарный пудра сеуіп, балмен немесе басқа заттармен ұсынсаңыз болады. Ас болсын.